Лавр жапырағы кез келген тағамды дәмді етіп қана қоймай, сонымен қатар бұл дәмдеуіш ең күшті емдік қасиеттерге ие. Бұл видеода сіздерге буын ауруларына, варикозға керемет емдік қасиеті бар лавр жапырағынан жасалынатын мас туралы айтатын боламыз. Ол үшін сізге керек 30 грамм лавр жапырағы, кептірілген күйінде де немесе свежий күйінде де пайдалансаңыз болады. Және 1 стакан зайтүн майы керек болады. Ең бірінші лавр жапырақтарын бөліп сақтап аламыз, яғни бір жапырақты бірнеше бөлікке бөлсеңіз жеткілікті. Бөліктерге бөлінген лавр жапырақтарын шыны банкаға салып, үстінен зайтүн майын құямыз. Содан соң банканы сулы ваннаға қойып қайнатамыз. 15-20 минуттай сулы ваннада қайнатқан соң, лавр жапырағының барлық пайдалы қасиеттері зайтүн майына енеді. Одан кейін қоспаны оттан алып, бір күнге тағы қойып қоямыз. Одан кейін майын сүзгімен сүзіп алып, шыны ыдысқа құйып қойып, салқын, күн түспейтін бөлме температурасында сақтап, пайдалана берсеңіз болады. Яғни ауырған жерлеріңізді осы маймен сүртіп жүретін болсаңыз, аурудың белгісі де қалмайды. Лавр жапырағы сонымен қатар мынандай ауруларға ем: сахарный диабет, стоматит, етеккір циклінің бұзылуы, суық тию, стресс және депрессия, әлсіреген иммунитет, есте сақтау, зейін, ойлау проблемалары, сонымен қатар артрит және артроз сияқты ауруларға ем. Міне көріп тұрғандарыңыздай, лавр жапырағының денсаулығымызға пайдасы орасан зор. Оның құрамында бізге қажетті микроэлементтер мол. Сондай-ақ ол ағзаны қалдықтан тазартып, иммунитетті көтеруге де көмектеседі. Міне көріп тұрғандарыңыздай, лавр жапырағын дәмдеуіш ретінде тамаққа пайдалансаңыз да денсаулығыңызға орасан зор пайдасын тигізеді. Сонымен қатар ауырған жерлеріңізге маз ретінде пайдалансаңыз да денсаулығыңызға көптеген пайдасы бар. Ақпарат сіздерге пайдалы болса, каналға тіркеліп, видеоның астына лайк басып, видеомен достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар.